Баршаңызға ассалаумағалейкум. Тоқаев Қытайдағы жаңа елшінің жұмысына бағыт-бағдар берді. Мемлекет басшысы Қазақстанның Қытайдағы жаңадан тағайындалған елшісі Шахрат Нұрышевті қабылдады. Әңгімелесу барысында президент Қытай Халық Республикасымен арадағы жан-жақты стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайту мәселесіне назар аударды. Жоғары деңгейдегі келісімдерді, соның ішінде мемлекет басшысының биылғы ақпан айында Пекинге жасаған сапары барысында қол жеткізілген уағдаластықтарды жүзеге асыру қажет екеніне баса мән берілді. Қасым-Жомарт Тоқаев көлік-транзиттік ықпалдастықты, экономиканың маңызды секторларындағы серпінді инвестициялық жобаларды дамытудың, сондай-ақ мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық саласындағы байланыстарды нығайтудың маңызды екенін атап өтті. Халықаралық және өңірлік деңгейдегі, соның ішінде ішкі алаңдарындағы байланыстарды нығайту мәселелері де жаңадан тағайындалған елшінің жұмысындағы маңызды бағыттардың қатарына қосылды. Біз әлемде және Қазақстан жаңалықтар жайында шындықты айтамыз. Лайк-коммент арқылы көмектесіңіз. Жазылуды ұмытпаңыз. Бұл арна үшін сіздерден ең үлкен көмек.